Сәлем достар, бүгін жасымық сорпасын, яғни чечевицадан сорпа дайындаймыз. Бірақ бұл жолы классикалық рецепт емес, сәл өзгеше жолмен жасаймыз. Бұл сорпаны біздің балалар қатты жақсы көреді, сол үшін өзім жиі жасап тұрамын. Сорпаға қажетті көкөністердің қатарына мен асқабақты да қостым. Асқабақпен өте дәмдірек болып шығады. Ал жасымықты алдын ала 3-4 сағат бұрын суға салып қойған дұрыс. Сол кезде тез пісетін болады. Ең алдымен қазанға жасымықты салып, молдау етіп су құйып, газге қойып қоямыз. Ол қайнағанша барлық көкөністерімізді турап дайындап алуымыз қажет. Жасымық қайнағаннан кейін бетіне осылай көбігі шығады. Сол үшін де мен оны бөлек қайнатып алдым. Көбігін алып тастап, үстіне асқабақты саламыз. Қазанның астын жай отқа қойып қоямыз, ол қайнай береді. Ал бөлек табаға кішкене сұйық май қойып, пиязды және сәбізді қуырып аламыз. Үстіне томат немесе цецебелі қосып, дәміне қарай қалауыңызша дәмдеуіштер қоса бересіз. Қазандағы жасымық жарты сағат қайнағаннан кейін жаңағы қуырып алған сәбізіміз бен пиязымызды қазанға саламыз. Осы кезде дәміне қарай тұзын және барлық дәмдеуіштерін қосып алыңыз. Мен мұнда сарымсақты да қостым. Егер сіз қаламасаңыз, оны қоспасаңыз да болады. Жасымық жарылып, толығымен піскеннен кейін осылай блендермен езіп шығамыз. Сол кезде сорпаның құрылымы біркелкі әдемі болып шығады. Витаминге бай жасымық сорпамыз мінекей дайын болды. Оны берердің алдында лимон шырынын қосып берсеңіз, тіптен дәмі тіл үйретіндей болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.